Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі менің жаңа әрі пайдалы видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз күнделікті тұрмыста қолданып жүрген, бірақ денсаулыққа зиян келтіретін заттар мен өнімдер туралы сөйлесеміз. Көптеген адамдар бұл заттарды қауіпсіз деп ойлайды, алайда олар ағзаға біртіндеп зиянын тигізеді. Мысалға алар болсақ, сіз таңғы асқа майлы құймақ жеп, шайға қант қосып ішесіз бе? Немесе антипригарный таба мен жұмыртқа қуырып жейсіз бе? Олай болса, сіз денсаулығыңызға зиян келтіретін заттарды байқамай қолданып жүрсіз. Осы видеода мен сіздерге денсаулыққа ең көп зиян тигізетін заттарды көрсететін боламын және оларды қалай басқа нәрсемен айырбастауға болатынын айтып беремін. Қуыруға арналған өсімдік майлары жоғары температурада канцерогендер түзеді. Бұл заттар ағзаның қабынуына, жүрек ауруларына және тіпті қатерлі ісікке келуі мүмкін. Егер денсаулығыңызға зиянсыз май қолданғыңыз келсе, майды кокос майы, зәйтүн майы немесе малдың табиғи майы мен гхи майларымен ауыстыруға болады. Қант біздің заманымыздың ақырын әсер ететін уы. Ол артық салмақ жинауға, қант диабетіне, тіпті терінің қартаюына себеп болады. Қантты немен ауыстырамын десеңіз, тәтті дәмді табиғи бал, құрма және қазір дүкендерде немесе интернет-магазиндерде диеталық өнімдер арасынан қант алмастырғыш тәттілер де сатылымда бар. Тефлон, антипригарный табалар жоғары температурада зиянды химиялық газдарды бөледі. Бұл заттар ағзаға жиналып, гормональды бұзылыстарға себеп болуы мүмкін. Сосын антипригарный табалар уақыт өте келе жырылады, сосын оған тамақ жабысып жарамсыз болып қалады. Негізі беті жырылған антипригарный таба өте қатты токсинді заттар бөліп, адамды қатерлі ісікке дейін апаруы мүмкін. Тефлон антипригар табаларының орнына шойын қазаны немесе табасы, болаттан жасалған кастрюль немесе таба және керамикалық табаларды пайдаланған дұрыс. Бұлар адам ағзасына ешқандай қауіпі жоқ. Әрі шойын мен болат ыдыстары ұзақ жылдар бойы сізге қызмет етіп тұрады. Екінші, пластик бөтелкелер мен ыдыстар немесе контейнерлер. Кейбір пластиктерде бисфенол А және фталаттар бар. Олар ағзамызға гормоналды өзгерістерге, тіпті бедеулікке әкелуі мүмкін. Бұл ыдыстарды шыны немесе тот баспайтын болаттан жасалған контейнерлер мен тәрелкелерді пайдалануға кеңес беремін. Әсіресе балаларға силикон немесе пластмасса ыдыстарды жолатпаған жөн. Көріп тұрғандарыңыздай, менің қызымның тәрелкесі болаттан жасалған. Балаларға арналған ағаштан жасалған ыдыстарда көп, тек пластмасса және силикон ыдыстармен тамақ ішпеңіздер деп айтар едім. Тіпті қасықтар, тақтайларды ағаштан болғаны ағзамызды аурудан сақтайды. Айта кетейін, пластик тақтайларда зиянды заттар қатарында. Ғылым дәлелдеп кеткен пластик тақтайлар ағаш тақтайларға қарағанда 10 есе зиян. Уақыт өте келе пластикте пышақтардың заттары пайда болады. Оларда бактериялар мен тамақ қалдықтары жиналып, тақтайды гигиеналық тұрғыда қауіпті етеді. Кескен кезде микропластиктің майда бөлшектері тамаққа түсуі мүмкін. Сондықтан мен ас үйімдегі тақтайды ағаш тақтайға айырбастадым. Күн сайын ыдыс жуғанда қолданатын гель мен губка денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Олардың құрамындағы химиялық заттар және бактериялардың жиналуы көптеген проблемалар тудырады. Мысалы, ыдыс жуатын қарапайым фейриді алып қарасақ, негізі көптеген гельдерде құрамында лаурил, натрий, сульфат, формальдегид, фосфаттар, хлор тағы басқалары бар. Бұл химиялық улы консерванттар теріні құрғатып, аллергия мен экземаны қоздырады. Ұзақ уақыт қолданғанда тыныс алу жолдарына әсер етеді, гормоналды бұзылыстар мен ыдыста қалған қалдықтар арқылы асқазан ішек жолдарына кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан ыдыс жуатын гель сатып аларда мұқият құрамын қарап шығыңыз. Зиянсыз құралдар көбінесе фейриден сәл қымбаттау болады, бірақ экологиялық таза биодрайтын ыдыс жуғыштар көбінесе қолжетімді болып келеді. Экологиялық таза ыдыс жуғыш гельдердің құрамын қарайтын болсаңыз, жаңағы мен айтқан химиялық қоспалар жазылмайды. Көбінесе гипоаллергенді, био, табиғи антибактериалды ерекшеліктеріне ие болады.
Екінші, ыдыс жууға арналған губканың зияны. Осындай губкалар көбінесе бактерия жинағыш болып келеді, себебі ылғалды болғандықтан бактериялар мен зигінің көбеюіне қолайлы орта жасайды. Бір зерттеулерде губкалардың құрамында 300-ден астам түрлі бактериялар табылған. Синтетикалық губкалардың тағы жаман жері ұсақ пластик бөлшектерін қалдыруы мүмкін, және губкалардың құрамында бактерияларды өлтіру үшін қолданылатын химиялық заттар теріге және тыныс алу жүйесіне зиян келтіруі мүмкін. Синтетикалық губканы табиғи губкаға айырбастауға болады. Мысалы, менің қолымда люфа губкасы барлық интернет дүкендерде бар, немесе кәдімгі марлы матасымен де ыдыс жууға болады. Кейбір ыдыс жууға арналған ағаштан немесе табиғи талшықтардан жасалған щеткалар бактерия аз жинайды және ұзаққа шыдайды. Жалпы айта берсем, айырбастауға болатын заттар өте көп. Мен өзім люфа қолданамын. Бүгін біз күнделікті қолданып жүрген, бірақ денсаулығымызға зиян келтіретін заттарды қарастырдық. Осы өнімдердің орнын табиғи, қауіпсіз баламалармен алмастырсақ, денсаулығымыз жақсарады. Егер бүгінгі видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Және каналыма тіркеліп, келесі пайдалы видеоларды күтіңіз. Сіздермен бірге болған Каусар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.